Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Отан партиясы әкімшілік ресурстар арқылы құрылғаны баршаға мәлім. Сол тәсілменен аяқ астынан жаңа партия дүниеге келді. Аманат билік партиясының мәртебесінен айырылғанын түсініп, және адал бәсекелестікке әлсіздігін іштей мойындап, уәдеден басқа дымы жоқ әділетке намысты сырып тастап, шімірікпей қосыла салды. Президентті қолдаймыз деген желеумен. Ал шын мәнінде бұл дәрменсіздің май шелпектен құтылмаудың амалы. Мемлекет басшысын ләппеймен емес, өмірдің қиыншылықтарын ашық айтып, оларды жоюға нақты іспен көмек керек. Қалғанның бәрі бос сандырақ. Негізсіз мақтанып және орынсыз мадаққа ие болған, аманаттық міндетін абыроймен атқара алмаған ұйым енді әділетті жарылқауы екіталай. Неге десең, азаматтық ұстанымы жоқ екі ымырашыл біріксе, талапқа сай бір қағидашыл шықпайды. Ал іскер екі жарты қосылса, бір бүтін дүниеге келеді. Ісіміз алға басады. Қайсысы орын алғанын уақыт көрсетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Ендігі басты мәселе су жаңа партия аманаттың күнін кешпеуінде. Ол үшін не істелуі керек? Бірінші, өткеніміз бен қазіргімізді ешқандай бұрмалаусыз, шынайы, барабар қабылдау. Әсіресе мынаны түсінгеніміз абзал. Жеке басқа табынатын атқарушы билік, ығынан шықпайтын, мойынсынғыш парламент сотты жасақтады. Халықпен зиялы қауымды үндемейтін бей саясатшыл жағдайға душар етті. Осы аса зиянды құбылыстардан құтылу қажет. Екінші, абыройдан әбден айырылған ескі жүйемен, теріс сұрыптаумен билікке келген мемлекетті ауыр дағдарысқа ұшыратқан дарынсыз, ұлт мүддесі тек тілінің ұшындағы шектен шыққан айлакерлермен үзілді кесілді қоштасу ауадай маңызды. Олар таскерен құлақтар елеңдеп, қоғамның көз алдында шам алып іздеуді қажет етпейді. Үшінші, тәрбие көрген, ойлау қабілеті кең ауқымды және жүйелі, өміріңізге жаңа серпіліс әкелетін және сапасын арттыратын, тиімді бағдарламасы бар, батыл қадымға баратын, ар намысын сатпаған, жан-жақты дамудың объективтікті заңдылықтарын мүлтіксіз сақтайтын білікті мамандар басқару саласына келуі, оның ішінде шетелдегілер және қамаудағылар бар. Төртінші, атышулы әкімшілік ресурстарды қолданбай, алдағы құрылтайға сайлауды өркениетті жолмен ашық және таза өткізу, биліктің тармақтарының тәуелсіздігін қамтамасыз ету. Бесінші, теңгерімді дамудың, сбалансированное развитие, құқықтық және әділетті мемлекет құрудың, заң және тәртіп қағидасының орындалуының басты кепілдері. Бәсекелестікті, іскерлік сынды, баламалы көзқарасты кеңінен қолдау және бәрін өзім білемінге салынбай, ақылға қонымды ұсыныстармен санасу. Өйткені кәсіби және салиқалы пікір алмасудан дұрыс шешім қабылданады, өркениетті даму қалыптасады. Бұл ақиқатты елемегендер құлдыраудан көз ашпайды. Әлемде оған дәлел жеткілікті. Соның бірі Қазақстан. Осыларды шешуде эволюциялық даму жолын таңдаған
Оппозициялық партияның рөлі ерекше, бірақ бізде олар ешқашан болған емес. Бір мисал, кезінде жолдасым екеуміз ауыл партиясына өтініш жазып кірдік. Мен ол кезде Қоғалы Крахмал жауапкершілігі шектеулі серіктестікті және шаруашылық қожалығын басқаратынмын. Өкінішке орай, одан бері олардың бірде-бір іс-шарасына қатынаспадық және өкілдерін көрмедік. Мүшелерімен тұрақты байланыс орнатпаған. Нақты істен ада ұйымның тірлігі ешқашан нәтиже бермейтін көзбояушылықтан аспайды. Осыларды мойындап қорытынды жасау қажет. Тоқетерін айтқанда, билікпен жаңа партия жаңаша жұмыс істеуі шарт. Бұл халықтың ізгі тілегі, ал олардың көздегені келе жатқан саяси науқанда белгілі болады. Тоқаевтың ұлттық мүдделерге сай реформалар жүргізу, халық пен биліктің бірлігінің, конституцияның мызғымастығының, азаматтың құқығы мен еркіндігінің кепілі ретіндегі міндеті. Қазақстан халқына берген антын орындау, өзінің абыройы мен беделін сақтау, кәсіби және адамгершілік парызы. Ол қолынан келсе, мәселелердің бәрі ретімен әлбетте шешіледі. Жұрттың сеніміне ие болады. Тарихқа абыроймен енеді. Алдындағының предшественник қасіретті тағдырын қайталамайды. Билеушіге бұдан қымбат еш нәрсе болмайды және қажет емес. Керісінше болса, игілікті оң өзгерістен өкінішке орай үміт үзуге тура келеді. Қайтымсыз үдеріс жалғасып, тәуелсіздіктен айырылып тынамыз, салдары айтпасақ та түсінікті. Қорытынды. Мен барлық нәрсенің тек қараңғы жағын ғана көріп, жөнсіз мін іздеуден аулақпын және оған ешкімді шақырмаймын. Бірақ үлкен жауапкершілікпен атап өтемін. Егер қоғамның саяси, әлеуметтік, экономикалық және тұрмыстық мәселелерінің сырқатқа оңбай шалдыққанын ақылменен түсініп, жүрегімізбен сезініп батыл шара қолданбасақ, халық даналығы айтқандай, ит көрмес түтін танымас күйге түпкілікті душар боламыз. Осы қауіпті естен шығармайық. Соңында айтарым, көтерілген мәселелер пессимистік көзқарастағы арам пікірдегі қиялының жемісі емес, өмірдің шындығын сүйенетін, биліктің іс-әрекетінің барысын логикалық тұрғыдан ойлау қабілетінен өткізіп, сыни қабылдайтын, көңілінен тыныштық кетіп, болашағымызға алаңдайтын адал ниетті адамның жан айқайы. Түсінулеріңізді өтінемін. Ісімізге сәттілік қалаймын. Аман сау болыңыздар. Өмірсерік Көпжасаров.